Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен қызықты тарих айдарында еврейлер туралы айтатын боламыз. Еврейлер туралы жалпы не білеміз? Еврейлер дегеніміз иври сөзінен шыққан өзеннің екінші жағынан келген деген мағына береді. Еврейлер жалпы Нобель лауреаттарының 20%-дан астамын құрайды. Әлемдегі ең мықты адамдардың басында да, өнертабыс саласында да еврейлер тұр. Халық саны не бары 13 миллион адамды құрайтын еврейлерден табысты халық жоқ. Бұлар ислам мен христиан дінінің етек жаюына көп көмектесті. Еврейлердің арасында ешқандай дуа жоқ, бірақ олардың ынтымақтығы мықты. Бөлек-бөлек жүрсе де бір-біріне жанын салып көмек береді. Сонымен әлем мойындаған еврейлердің қандай ерекшеліктері бар? Негізінен еврей деп орыстар атаған, негізінен бұлар яһудилер. Біздің эрамыздың 1-ші ғасырында Рим империясы Израиль жаулап алады. Осы соғыста көптеген еврейлер қаза тауып, отанынан босып кетеді. Тарихта 962-1806 жылдар аралығында еврей ұлтының тағдыры оңай болмаған айтылады. Олар Европада әртүрлі қара жұмыстарды атқарып, сауда, өнер білім салаларымен айналысқан. 13-15 ғасырда еврейлер діни қуғын-сүргінге ұшырады. Кейін Американың ашылуымен діни бостандық іздеп, Европаның озбырлығынан құтылу үшін ақшқа көптеген еврейлер келді. 19 ғасырдың аяғында еврейлер Германияда орасан зор күшке ие болды, әдебиет саласында, өнер саласында да. Жалпы бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде еврейлер өте бай халыққа айналды. Германия, Франция, ақш сияқты елдерге қару-жарақ пен тігін фабрикаларынан мол пайда тауып отырды. Еврейлер өзі тұрып жатқан елдің экономикасын қалпына келтірудің орнына керісінше өздері баюдың үстіне байи түсті. Бұл халықтың жаппай наразылығын тудырған болатын. Жалпы еврей халқын бұлай жек көру бұрыннан басталып келеді. Себебі еврей халқы көбіне арам сұмпай ретінде сипатталады. Бұған да себептер аз емес. Себебі құдаланғаннан кейін көптеген елдер бұл еврей халқын бауырына басқан болатын. Алайда Осман империясына да, қазіргі таңда Палестина жеріне де еврей халқы кері үстемдік еткісі келіп, жерлерін басып алғысы келеді. Осындай мақсаттарын білгеннен кейін оны ешбір ел бауырына басқысы келмейді. Қазіргі таңда еврей халқы не себепті Палестина жерінде тұр? Бұған себеп өздерінің аңыздарында Таурат кітабын Палестина жеріне әкеліп қойса, еврейлер бақытты өмір сүреді деген ұғымдары бар. Және әлемге үстемдік етеді деп. Яғни діни тұрғыдан алатын болсақ, яһудилер Палестина жерінде даджалды күтуде. Даджал келсе, олар әлемге үстемдік етіп билік етеді дейді. Бұлар осыған әлі күнге дейін сеніп келеді. Жалпы сіздер Мошиах Даджал туралы не білесіздер? Келесі видеоға назар аударыңыздар. Он появился из ниоткуда, и мы не знаем, кто он. Что мы о нем знаем? Он ведет отчаявшихся людей. Значит, это культ? Мы не знаем, с кем он связан. Может, он создает армию? Или ведет их к смерти? Что вы делали в Сирии? Доставлял послание. Послание от кого? От моего отца. И где ваш отец? Мы потеряли его. В каком смысле? Он просто исчез. Никто так не исчезает. Мы стали свидетелями чуда. Он спас жизнь моей дочери. Ты должна это увидеть. Скрывай это сколько сможешь. Он не просто щелкнул каблучками и прилетел сюда. Ему точно помогали. Вы то там, то здесь. Сирия, Израиль, Техас. Такова моя работа. И что это за работа? Божий промысел. Как думаешь, кто он? Ты не видел того, что видел я. А если б видел, то назвал бы это вторым пришествием. Обратит ли он вас? Как широко распространится это движение? Или обманет? Я выясню о нем все. Ложный бог. Этот мир гораздо больше, чем вы можете вообразить. Мессия. Жалпы осы видеодан кейінгі өздеріңіздің ойларыңыз. Пайғамбарымыздың айтқан сөзі мен бұл киноның арасында байланыс бар ма?